Балабақшаға киіз үйдің шаңырағын жасаймыз. Киіз үйдің шаңырағын мынау құрылыстық пластикалық труба. Осы пластикалық трубаны мына қайшының көмегімен керек жерін кесіп, дөңгелетіп және шаңырақ жасаймыз. Және керегесін мынадай 1,5 трубадан квадрат 4 бұрышты трубадан қиып жасаймыз қазір. Және болған соң мына дөңгелек стол жасаймыз. Бұл жасап жатқанымыз шаңырақ деген болады. Шаңырақ киіз үйдің төбесінде тұрады. Шаңырақ киіз үйдің төбесінде тұрады. Ертеде аталарымыз қыстауға, жазда жайлауға, осы киіз үйдің арасында жасақтап көшіп қонып жүрді. Бұл шаңырақ киіз үйдің төбесінде тұрады. Үлкендер төбесінде тұрған себепті үлкендер ертеде бата бергенде шаңырағын биік болсын, келген кең болсын деген жақсы асыл сөздер айтқан. Қазір біз бұл шаңырақты киіз үйдің төбесіне ілеміз. Керегесін құрып болған. Киіз үйдің шаңырағын іліп жатырмын. Бұл киіз үйдің шаңырағы. Осы киіз үйдің жанында достарымен балабақшада ұлттық құндылықтарды бір-біріне жеткізіп түсіндіріп, дәріптеу мақсатында жасап беріп жатырмын. Қызым, мына киіз үйдің жабдықтарын жайып, әсемдейік. Сен маған көмектес. Жарай ма? Қызым, мынау киіз үйдің керегесі. Керегесі кең болсын, шаңырағы биік болсын дейді. Бұл тұз киіз. Бұл тұз киізде әртүрлі ойы өрнектермен әдеміше кілемше. Әкесі, шаршап қалған шығарсыз. Демалғаныңыз шамалы. Келсін тұрайық қызым, кел. Бұл шағыңды бесікке бөлеп, сенде балабақшада достарыңмен бірге ойнайсың. Ой, жарайсың қызым, өте керемет. Енді анаң екеуің бірге тартып беремін. Және анаң екеуің кешірімде бол. Ой, жарайсың, өте керемет. Ой, жарайсың. Анан енді бір күй сұрап жіберейін. Анасы бір күйіңді шертіп жібер.